сәлеметсіңдер ме балаларым? Сендер балапандарым ертегі тыңдағыларың келе ма? Ай, жарайсыңдер балаларым. Ал Қанеки, мен сендерге алтын жұмыртқа деген ертегі оқып берейін, е? Тыңда. Баяғы өткен заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың жалғыз тауығы бар екен. Күндердің күнінде тауық жұмыртқа туады. Жай жұмыртқа емес, алтын жұмыртқа туады екен. Алтын жұмыртқаның шал ары ұрады, бері ұрады, бірақ жұмыртқа жарылмайды екен. Кемпір ары ұрады, бері ұрады, бірақ жұмыртқа жарылмайды екен. Амалы таусылып, енді не істейміз деп отырғанда, бір тышқан келіп, жұмыртқаның құйрығымен түртіп кетеді. Мұңайған қарияларды көрген тауық, жыламаңдаршы, мен сендерге тағы да жұмыртқа туып беремін. Бірақ алтын емес, жай жұмыртқа туып беремін деп жуатады. Ал Қанеки балаларым, сендерге менің ертегім ұнады ма?